Армысыздар қазақ елі. Мен Жетісай қаласындағы номер 2 Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің 2 Б сынып оқушысы Тағай Нұрайым Анарбекқызымын. Қазіргі болып жатқан жағдайға байланысты біз біргеміз, біз үйдеміз, біз барлық нәубетті жеңген қазақ еліміз. Мен осы уақытты пайдалана отырып өз білімімді шыңдап жатырмын. Әдеби кітап оқып жатырмын. Мен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өлеңін сіздерге оқып берсем, қазынам бар. Қазынам бар біреуге берсем бекен. Өкпелейді бермесем, берсем бекен. Бар байлықты қойныма тығып алып, әлде мына құмдарда өссем бекен. Қазынам бар біреуге қисам бекен. Ренжиді қоймасам қисам бекен. Әлде мына даладай бар байлықты біреузім иенденіп жисам бекен. Қазынам бар тәуекел сатсам бекен. Өзіңдікін өзгеге сатсаң бекен. Әлде мына таулардай бүркеніп ап, бүк түсіп теріс қарап жатсам бекен. Қазынам бар қисапсыз шектеледі, қызғанады біреулер жек көреді. Бермеймін де сатпаймын, көрсетпеймін, алам десең алдымен зертте мені. Қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан от пен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлде біз. Көк аспан мен көк ту астында